Сәлем, сәлем, қуанайық. Сәлем, сәлем, бір ойнайық. Айналаның бәрі тамаша, бірге ойнап көңілденейік. Сәлем, сәлем, қуанайық. Сәлем, сәлем, бір ойнайық. Ойнайықшы! Достығымыз ашырамыз, біздің шарлаймыз әлемді. Досым менің, сен келіп тұрмаған, талай қызықты көреміз бірге. Секіріп те ойнаймыз, көңілденді шырқаймыз. Жүгіреміз, секіреміз, кел досым қуанайық. Сәлем досым деймін мен саған, қуанам егер келсең маған. Арамызда жырамыз, ынтымағымыз мықты, жандос болып қаламыз біз мәңгі, мәңгілік. Көртышқан мен панда, армандар орындалады. 26 бөлім. Түнгі аспаннан жұлдыздар аққанда, балалар ағаш үстінде отырып армандарын айтып жатады. Ол армандарын ағаштар естіп, сол ағаштардан көптеген жеміс аламыз. Вау, сондай ағашты көрсем ғой. Ағаш, ертең сенен бамбук қосылған тәтті тоқаштар өсіп шықсын. Рахмет. Ағаштан тоқаштар өсе ме? Бірақ Қоқоның көңілін түсіргім келмейді. Апчи! Бұл ненің исі? О! Бұлай болуы мүмкін емес. Бұл сиқыр ғой. Көртышқан! Көртышқан! Ояншы, керемет жағдай болды. Не боп қалды? Мен кеше мына сиқырлы ағаштан не сұрағанымды білесің бе? Тоқаш па? Дұрыс. Сен қайдан білдің? Оны түсіну қиын емес. Ой, мен ағаштан тоқаш өсіп шығатынын күтпеген едім. Бамбук жапырақтары маған өте ұнайды. Не деген сиқыр? Саған ұнады ма? Иә, өте дәмді. Егер қант қосса, одан да жақсы болар еді. Сиқырлы ағаш, тоқаш үшін көп рахмет. Ертең тағы жаңа тоқаш өсіп шығады деп үміттенем. Жаңа тоқаш? Көртышқан, енді мен күнде жаңа тілек айтып отырам. Енді біздің таңғы асымыз қашанда дайын болады. Ондағы тоқаштар менікінен де дәмді. Кәдімгі тоқаштарға ұқсамайды, дәм ерекше екен. Егер ертең ағаштан тоқаштар пайда болмаса, Қоқоның көңілі түсіп кететін болды. Қант қосу керек. Көртышқан, сен де осындасың ба?
кеттік. Біздің таңғы асымыз ағашта өсіп шықты ма, көрейік. Ерте емес пе? Мүмкін тоқаштар әлі дайын болмаған шығар. Онда қалай өсіп жатқанына көз жеткізе аламыз. Ой, Не болып қалды? ой, тобығымды шығарып алған сияқтымын, ауырып тұр. Ай, кел, арқама мін. Тоқаштарым қайда? Қайда өсіп тұр екен? Меніңше арғы жағында өсіп тұрған Рас па? сияқты. Тексеріп көрейін. Көршқан! Тоқашты сен таптың, керемет! Иә, міне ала ғой. Бұл жол тоқашқа қан қосылыпты, керемет! Ағаш менің арманымды орындады. Мен тоқаштардың ағашта қалай өсетінін көргім келіп тұр. Ой, тоқаштарды көрмей тұрмын. Бүгін өсіп шықпаған ба? Мен көрт шыққанға таңғы асты бөліп жейміз деп уәде бергем. Енді уәдемде тұрмайтын болдым. Көрт шыққан! Оның тоқашын жеп қойғанымды айтам. Көрт шыққан, қара, тоқаш жаңа ғана шықты. Яғни жаңа ғана өсіп шықты. Ал таңғы асты бастаймыз ба? Қызық, оны ағашқа кім байлап қойды? Тада! Менен басқа ағашқа тоқаштарды кім байлап қоюы мүмкін? Ағашта тоқаштар қалай пайда болатынын білуім керек. Көрт шыққан! Мұнда не істеп жүрсің? Мен тоқаштардың қалай пайда болғанын көргім келген. Бүгін біз тоқаштардың ағашта қалай өсіп шығатынына куә боламыз. Иә, бұл табиғат құбылысын көруге шыдамым жетпей жатыр. Ағаштан тоқаш өсіп шықпаса не істеймін? Маған көрт шыққанның бірінші болып ұйықтап қалған керек. Егер тоқашты байлап кететін белгісіз жан келмей қалса ше, сол үшін Хохо бірінші ұйықтап қалуы керек. Сен неге ұйықтамай отырсың? Мен сені оятам. Онда бірге ұйықтайық. Жарайды. Бүгін ағаштан тоқаш өсіп шықпайтын сияқты, бірақ көрт шыққан ол үшін көңілін түсірмеу керек. Бүгін тоқаштарды байлап кететін белгісіз жан келмейтін шығар, бірақ Хохо үмітін үзбеу керек. Тоқаштар өсейін деп тұрған сияқты. Тоқаштарды шынымен де әкелген сияқты. Оны байлап қойғаным дұрыс болар.
Тоқаштарды ағашқа байлап жүрген сен екен ғой. Ағаштарда тоқаштар өспейді. Дұрыс айтасың, ақылға қонбайтын нәрсе. Тоқаш өсетін сиқырлы ағаштар болмайды. Бірақ бұл ағаш біздің достығымыздың мықты екенін көрсетті. 26 бөлімнің соңы.